Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы адамзаттың рухани тәжірибесі. Мақсаты жалпы адамзаттық құндылықтар тұлғаны рухани адамгершілікке тәрбиелеу негізі. Міндеті рухани кәусар болыққа жол іздеу. Дамытушылығы оқушылардың эстетикалық талғамдарын дамытуға ықпал ету. Тәрбиелік мәні оқушыларды отбасында қалайша татулық орнатуға сезініп, бағалай білуге тәрбиелеу. Тыныштық сәті арманымның суреті. Барлығымыз көзімізді жұмып, қандай да бір арманымызды көз алдымызға елестетіп, оны сурет бойынша түсіріп саламыз, суреттер бойынша өз ойларымызды айтамыз. Дәйек сөз. Рухани жағынан сұлу адамдар бұлармен сұлу адамдар болып есептеледі. Жалпы адамзаттық құндылықтарды жаңғыртып, өз бастауымызға қайта оралу керек. Халқымыз сан ғасырлар бойы бұл құндылықтарды игере отырып, рухани мөлдір бұлақтан сусындады. Абсолюттік жалпы адамзаттық құндылықтар ақиқат, дұрыс әрекет, тыныштық, сүйіспеншілік және қиянат жасамау, адамның ұлтына, нәсіліне, тұратын ортасына және конфессионалдық тиістілігіне байланыссыз және уақытпен өзгермейтін жасаушы мән. Олар бөлінбейді, өзара байланысты, өзара тәуелді, бір-біріне етене сіңіп, адам руханияты мен мәдениетінің бірыңғай негізін құрайды. Адам, ақиқат, қиянат жасамау, сыпайылық, дұрыс әрекеттер, сабырлық, кішіпейілдік. Адам уақытпен өзгермейтін белгілі бір адамдар шеңберіне ғана емес, бүкіл адамзат үшін маңызы зор құндылықтар. Адамзаттың бастауы дегеніміз, руханият адамзаттың негізгі бастауларының бірі. Адам әдебиет пен өнер туындылары, түрлі уағыздар мен мінәжаттар арқылы өмір тағылымдарын танып, руханияттылыққа қол жеткізеді. Бұл шындық, әділдік, қайырымдылық, мейірімділік, сұлулық, идеялар мен рухани адамгершілік ұстанымдарын қабылдау, пайымдау әкеледі. Руханият дегеніміз ұлттық руханият, ұлттық рухтан туындаған ұғым. Ұлттық рух болмаған жерде ұлтпын деп айту қиын. Руханиятқа ұлт тілі, ділі, діні, дәстүрі, ұлттық мәдениет, әдебиет, өнер және тағы басқа ұлттық құндылықтар жатады. Ұлттық құндылықтар дегеніміз, ұлттық құндылықтар тұтас бір жүйе, оған халықтың тілі, ділі, мәдениеті, өнері, сондай-ақ халықтың әлеуметтік және мәдени қауымдастық ретінде пайдалы болуымен бірге туындаған әдет-ғұрыптар, салт-дәстүрлер, жол-жоралғылар, ұғымдық түсініктер, дағды, көзқарастар жатады. Қорытындылау, соңғы тыныштық сәті. Балалар, денелеріңізді дұрыс түзеу ұстап, бастарыңызды жоғары көтеріп, ыңғайланып отырамыз. Ауаны терең жұтып, еркін тыныстаймыз. Айналадағы барлық тіршілік иесі оларды аялап, қоршап, қамқор болып жатқанын сезінеміз. Аңсаған армандарыңа жетулеріңізге тілектеспін. Бүгін сендерге өте көп жақсы істер жасадыңыздар, ойларыңызды жеткізе білдіңіздер, жақсы ойлар айттыңыздар, сол үшін сіздерге рахмет айтамын. Үй тапсырмасына көңіл аударамыз. Ұлттық құндылықтар туралы ізденіп, шығарма жазып келеміз. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.